Абайтану 11 сынып. Сабақтың тақырыбы Мұхтар Әуезовтің абайтануға қатысты зерттеу еңбектері. Сабақтың мақсаты оқушыларға ұлы абай шығармашылығының қалыптасу тарихы, оны зерттеуші ғалымдар туралы түсінік беру, абай шығармашылығына қызығушылықтарын арттыру. Қазақ халқының данышпан жазушысы, әдебиет зерттеуші, ұстаз, ғалым, қоғам қайраткері, драматург, публицист Мұхтар Әуезовтың абайтануға қатысты зерттеу еңбектері сан салалы. Академик Мұхтар Әуезов абайтану ғылымының негізін салып қана қойған жоқ, тұтас тарихын жасады. Абай мұрасын зерттеу, насихаттау, таныту жолындағы Мұхтар Әуезовтың ізденістері 20 ғасырдың алғашқы ширегінен басталады. Абай лебі, абай үні, абай тынысы, заман тынысы, халық үні. Бүгін ол үн біздің де үнге қосылып, жаңғырып, жаңа өріс алып тұр деген Мұхтар Әуезов сөзі мәңгілік ұғым. Ол абайтану ғылымының негізін қалады. Бірінші рет оқу үдерісіне абайтану деген атпен дәріс енгізді. Абайтануды қазақ әдебиеті тарихының дербес ғылымы бір саласына айналдырды. Мұхтар Әуезовтың ғылыми теориялық деңгейі биік жатқан бірегей мақаласы, Абай ақындығының айнасы деп аталатын зерттеу мақаласы 1934 жылы Әдебиет майданы журналында жариялануы абайтану саласының келешек бағыт-бағдарын айқындаған, көптеген күрделі проблемалардың өзекті желісін тартқан еңбек болып шықты. Мұхтар Әуезовтың ұзақ жылдар бойы сарыла еңбек етуінің нәтижесінде жарық көрген 1933 жылғы толық жинақпен Абай өмірбаянының жазылып дайындалған тұңғыш толық жинағы болатынды. Ал осы тұңғыш толық жинақтың негізінде 1939-1940 жылдары 2 том болып қайта бастырылған Абай шығармаларының толық жинағына жаңа көзқарастық тұрғысынан Сәбит Мұқановтың Абай халық ақыны деген алғы сөзі мен Мұхтар Әуезовтың Абайдың ғылыми өмірбаяны екінші рет зор толықтырулармен қайта жазылды. Бұл 2 томдық толық жинақта Мұхтар Әуезовтың осы жылдардағы үздіксіз ізденістері мен зерттеулері абайтану саласында шешуші орынға шықты. 1944 жылы Әдебиет және өнер институтынан Мұхтар Әуезовтың ұйымдастыруымен абайтану бөлімі ашылды. Алайда 1947 жылы Тіл және әдебиет институттарының өрескел саяси идеялық қателіктері деген қаулысынан кейін бөлім ресми жабылды. Бұған Мұхтар Әуезовтың Абай туралы зерттеулері, дәлірек айтқанда Абайдың ақындық мектебі себеп болды. Дегенмен абайтану тарихы тоқтап қалған жоқ, одан әрі жалғаса берді. Жазушы қайтыс болғаннан кейін есімі берілген осы ғылыми зерттеу институтында 1990 жылы Мырзахметұлының ұйымдастыруымен абайтану бөлімі қайта ашылды. Қазақ халқының ғажайып ұлы Мұхтар Әуезов Абай жайында өзінің роман-эпопеясында ыстық ілтипатпен, тамаша шеберлікпен баяндады. Міне, содан бері Абай даңқы біздің елімізге, одан тыс жерлерге бұрынғысынан да кең тарап кетті. Оқылым тапсырмасы. Кітабымыздың 131 беттегі 1-2 тапсырманы орындаңыз.